Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін сіздермен өзімнің сторисімді әдемі шрифтармен қалай жазып жүргенім жөнінде ақпарат бөлісетін боламын. Стористарыңызға бір түсірілім түсіріңіздер, және де телефоныңызға App Store немесе Play Market'тан Letter Shrift деген приложениені құйып алыңыз. Уже сторисіңіз дайын, міне Letter Shrift деген приложениеге кіресіз, новый проектті басасыз. Добавить деген сөзді бассаңыз, міне шрифті, стикері шығады, шрифтіні басып, өз жерден өзіңізге ұнайтын бір шрифтті таңдаңыздар. Именно коронасы бар суретті таңдамаңыз, потому что ол ақылы. Міне өз жерге өзіңізге не жазғыңыз келеді, соны жазсаңыз болады. Міне толықтай мен бүгін балдарымның базарға барғанын жаздым. Міне қараңыздар. Жазғаннан кейін копироватьті басып, кері қараңыздар. Сол банағы түсіріліп дайындалған сторисіма барғанда төмен жағында не көрдіңіз ба, сөзім уже сторисіма түседі. Немесе вставитті бассаңыз, уже міндетті түрде жаңағы жазған сөзіңіз шығады. Және де қараңыздар, стикерді пайдаланамыз. Мен жерде төменгі жағында стикерді басқанда түрлі стикерлер шығады. Маған, например, осы ұнайды. Осының ішінен өзіме керегін таңдадым. Обратно жаңа сторисіма бардым. Вставить немесе міне төмен жағында шығып тұрғанды бассаңыз, өзі-ақ сіздің сторисіңізға түсірілетін болады. Және де осылайынан қойсаңыз болады. Немесе мен көбіне өзім осы Инстаграмның бана стикерларын пайдаланам. Міне өз жерге поисқа сторис деп жазсаңыз, осындай стикерлар шығады. Осында пайдаланып көріңіздер. Міне қараңыздар, осыны қойдым. Және де осының үстіне керекті жаңа letter шрифтке барып, обратно же стрелкамен шығып, төмен жағында шрифтті басып, өзіме керекті тағы сөздерді жазып, уже сторисіма дайындап алдым. Көрдіңіздер, уже басқаша шрифт таңдасаңыз болады. Мына жерде каллиграфия, все дегенді бассаңыз әр түрі шығады. Сол себеп именно коронасы барын алмаңыз, но осындай жаңағы өзіңізге ұнайтын сердечко қойып сохранить етіп қойсаңыз болады. Ал сәттілік тілеймін. Пайдаларыңызға жазда өте қуаныштымын.